Бүгін атақты ғалым, геолог, мемлекет және қоғам қайраткері Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың туғанына 125 жыл болды. Ол қазақ ғылымындағы геология саласының негізін қалаушысы, Қазақ СССР ғылым академиясының ұйымдастырушысы және оның тұңғыш президенті. Ол геология институтының құраушысы. Ол 1926 жылы ТОС институтын аяқтағанымен Қазақстанның түкпір-түкпіріне экспедициялармен аттанады. Ол Жезқазған, Қаратау, Қарсақбай, Атбасар, Ұлытау, Ертіс, Торғай жерлерін зерттейді. Соның нәтижесінде ол Ұлы Жезқазған, Ұлы Алтай, Ертіс, Қарағанды Ертіс жерлерін ашады. Ол 1946 жылдың 1 маусымында Қазақ ғылым академиясын ашып, оның тұңғыш президенті сайланады. Соның тұсында ол 600-ден астам ғылыми еңбегін жазып, онда биология және медицина институттарын ашады. Ол 1864 жылы қайтқанымен, оның мұрасы бүгінгі күні бізбен бірге қалды.